Осы кезде Нух кектеніп, жақсылап мәулеті дәл осылай жанады дейді. Содан кейін екеуін такси адамдармен алып кетеді. Осы кезде Севилай мен Джихан екеуі қонақ үйде масайып, бір-бірімен сөйлесіп отыр. Кенеттен телефонға звондайды. Ат қора өртеніп жатыр деп айтады. Ал ол тез шығып кетеді. Әкесіне звондайды. Ат қора өртеніп жатыр дейді. Содан кейін Джихан әкесін кінәлайды. Ниха мен Сумру Анисаның үйіне жайғасады. Барлығы бір-бірін ойланады. Келесі күні Нух пен Джихан төбелеседі. Джихан олардың тірі екенін біледі. Екеуі қатты төбелесіп келіп, милициялар ажыратып, адамдар ажыратып алады. Хикмет осы кезде бәріне айқайлап, мен осы үйдің ханымымын деп үйдегілермен ұрсысып жүреді. Джихан Сумру мен Хикмет тұрып жатқан үйге келеді. Есікті Аниса ашады. Хикмет басқаша ойлайды. Бізді алып кетесің ба? Кешірім сұрауға келдім ба деп айтады. Бірақ Джихан оларға көмектесуге не керек екенін сұрауға келген болатын. Тахсин Нух пен Мелекке Сумруды қуып шықты. Мусор қылып үңгірге апарып тастады деп айтып жатады. Осы Мелек қатты таңқалып, жылап отыр. Қайда деп сұрайды, номерін сұрап алады. Бірақ Анисаның нөмірін береді. Ал Нух оған жынданады. Джихан сыртқа шығып бара жатқанда сүт анасы Аниса ақыл айтады. Жүрегіңді тыңда, ешкімге сенбе деп. Хикмет Сумрудың киімдерін беріп кетіп қалады. Нух ашуланып Мелекке ұрсады. Ол Джиханмен бірге тұрған суретін тауып алып, соткасынан қарайды. Осы кезде Харика мен Самет екеуі ойланып келе жатады. Біз анамызды қабылдай алмаймыз. Бауырларымыз болса да біз олармен тұра алмаймыз деп. Сол кезде Сумру арттарынан таксимен келе жатады. Сумру қуып жетіп сөйлеспек болғанда, онымен Харика мен Самет екеуі ұрсысып кетіп қалады. Ал олар үйіне келген кезде Хикмет алдарынан күтіп алады. Амалсыздан құшақтап, содан кейін Харика мен Саметтен ДНК тестін алуға таяқшалар әкеліп, аузынан сілекейін алып жатады. Бірақ бұған Харика жынданады. Самет қуана-қуана тапсырады. Севилай мен Нух кездеседі. Бір-бірін кінәлап ұрсып жатады. Хикмет таксинің үйіне келеді. Мелек тағылып қалады, қорқып. Әкелері Сумрумен ажырасам деп журналистерге сұхбат беріп жатады. Сумру жұмыс таппай қиналады. Күйеуі барлық жерге Сумруды жұмысқа алмасын деп айтып қояды. Харика мен Самет тәтелері үйді алып қояды. Мирасқа таласады деп олар ойлап отырады. Олар даже ДНК сараптамасын алмастырып қойды деп қорқады. Аниса мен Мелек телефонмен сөйлесіп жатады. Сол кезде Мелекке анам мен әжем менімен тұрып жатыр деп айтады. Содан кейін Мелек үйлеріне іздеп келеді. Ал әжесі қатты ұрсысады, неге келдің деп. Ал анасы қуанып қатты құшақтайды. Бірінші рет қызым деп айтады. Ал әжесі осы қыздың кесірінен, балалардың кесірінен біз далада қалдық деп айтып жатады. Оны Нух сыртқа шығып бара жатқанда, Мелектің сол үйден шығып келе жатқанын көріп, Нух қатты ашуланады және ұрсады. Ниһаят Саметке келіп, өтініп кешірім сұрайды. Барлығы тамақ ішіп отырады. Севилай, біз ажырасамыз дейді Саметке. Сіз өлмейсіз, менің көзім жетті дейді. Джихан сосын сөйлесеміз дейді. Хикмет келіп ұрсады. Сен айт енді, қандай пайдасы барын? Бітті, мен ажырасам дейді Севилай. Ниһаят үйге келеді Хикметпен сөйлесуге. Және екеуі қатты ұрсысады. Ниһаят Севилайды аңдып жүреді. Оған бар шындықты айтады. Сен байдың қызысың, сені пайдаланып жүр. Сенің әкең бай адам дейді. Осы кезде Севилай қатты ойланып, бұрынғы жағдайлардың бәрі есіне түседі. Анасының айтқаны, қорқытқаны, Нухты өлтірем деген бәрін есіне алып ойланып тұрады. Менімен бірге болыңыздар. Келесі 11 серияны шығарамын. Маған тіркеліп подписаться етіңіздер.